Сәлеметсіздер ме? Бүгін күнжіт туралы айтатын боламыз. Күнжітті жалпы біз білеміз бе деген сұраққа, күнжітті былайынша біз мысалдың бетіне себуге және сушидің бетіне себілген түрін ғана білеміз де, ондай көп қолдана бермейміз біз. Жалпы оның күнжіттің пайдасы өте көп екен, оның құрамында витаминдер де өте көп. Мысалы, күнжіт көздің көруін жақсартады және жүрек тамыр жүйесін жағымды әсер ететін, соншалық А, Е, С витаминдерге өте бай екен. Сонымен қатар бұл витаминдер косметология саласында да сұранысқа ие екен. Күнжіт майы макро және микроэлементтердің қайнар көзі болып табылады. Күнжіт майының құрамында кальцийдің көп болуы соншалық азық-түліктің ішінде рекорд орнатқан екен. Мысалы, апельсиннің ішінде С витамин бар дейміз ғой, және тек қана С витамин бар. Мысалы, бананда тағы мынандай витаминдер бар, бананда А витамин бар деген секілді, ал күнжіттің ішінде бүкіл витаминдер толығымен бар екен. Сондықтан осы күнжітті көптеп қолдануға кеңес береміз сіздерге. Сүйектің беріктігіне күнделікті қажет болатын кальций мөлшері бір ғана шай қасық күнжіт майында бар екен. Басқа өсімдік майларында да құрамында болатын фитостерол иммунитетті жақсартуға, терінің жағдайын және эндокринді қызметтерге оң әсерін береді екен. Мысалы, біз зоб ауруы деп көптеген айтамыз, немесе Флоридада тұрсаңыз, оңтүстік жақта тұрсаңыз, зоб ауруы бүкіл адамның 100% болса, 100% адамда бар. Өткен бізде тұз өте көп. Сондықтан осы зоб ауруына қарсы күнжіт майын немесе күнжіттің өзін үйге толтырып алып қоюымыз керек. Жұмыртқаны қуырған кезде немесе салаттарға, тамақтарға қоссаңыздар болады. Күнжіт майының құрамында көптеген витаминдер бар, оның ішіне мен тоқтала кетсем, Е витамин, А, Д және В1, В2, В3 және С витаминдер бар. Макро және микроэлементтер кальций, калий, фосфор, мырыш, магний, марганец, кремний, темір, мыс және тағы да басқа көптеген витаминдер бар. Оның ішінде сіз күнжітті балықтың орнына пайдалансаңыз да болады. Балықты жемей-ақ, мысалы, енді бізде балық бағасы да ауқымдырақ, қымбатырақ дейміз, немесе балаларымыз балықты жегісі келмейді. Сондықтан осы күнделікті күнжітті қолданып жүрсеңіздер, осы балықтың пайдасындай пайдалы екен. Оның құрамында омега-6 және омега-9, омега-3 витаминдері көптеп кездеседі. Және енді құрамындағы витаминдерге бірлеп тоқтала кетсек, құрамындағы В тобының витаминдері Е, кремний, шашқа ең қажетті элементтер болып табылады. Мысалы, шашың түзетін болса, және сынғыш болса, осы зақымдалған шаш пен боялған шашқа нәр беретін және қалпына келтіруге арналған маска жасауға болады екен. Тырнақ күтіміне де дәл осындай майды жағып қоюға болады. Емдік ретінде де қолдануға болады. Асқазан ауруы деген сияқты жүрек тамыр жүйесі және зоб ауруларына дәл осы күнжіт майы, күнжіт дәндері көптеп көмектеседі. Сондықтан үйлеріңізге көп қылып осы күнжіттен жасалған өнімдерді, күнжіттен жасалған печеньелерді қолдансаңыздар болады. Сау болыңыздар.